Алаш пен тәуелсіздік Атырау баспасөзі осындай атаумен жарық көрген тағы бір туындымен толықты. Бұл жолғы оқулық Ақ Жол Демократиялық партиясының қолдауымен басылып шықты. Бұл туындыға республика деңгейіндегі атыраулық тарихшылардың алаш қайраткерлері туралы жазылған мақалалары мен зерттеулері жинақталған. Одан бөлек ғылыми конференцияларда баяндалған қазақ зиялылары туралы еңбектер де бар. Кітапта алаш ұлт-азаттық қозғалысы, автономиялық билік, алашорда үкіметі туралы ақпараттар да жазылған. Жалпы 20 ғасырдың басында қазақ елінде үлкен резонанс болды. Алаш партиясы құрылды. Сол кездегі қазақ зиялыларын айтатын болсақ, Әлихан Бөкейханов бастаған Алаш партиясының көсемдері Мұстафа Шоқай, Халел Досмұхамбетұлы, Мағжан Жұмабаев сынды көптеген қазақ зиялылары осы Алаш партиясының саяси жұмыстарына атсалысты. Жалпы бұл азаматтардың көзқарастары ол бірінші Ресейде өткен бірінші орыс революциясымен тұспа-тұс келді. Негізі сол кезден басталып бұлардың дүниетанымының қалыптасуы да сол 1905-1907 жылдардағы орыс революциясымен байланысты. Жалпы бұлардың аңсаған арманы қазір орындалды. Сол тәуелсіздікті армандаған алаш идеясы бүгінгі күні мәңгілік ел идеясымен сабақтастықты. Тарих ғылымдарының докторы Аққали Ахмет бұл тақырып әлі де зерттелу керектігін, ол ескілік көзқарастан арылып, жаңа тарих беттері жазылсын деген ойын ортаға салды. Зиялылар да толықтай ақталу керек дейді. Ақиқатта аршып алар кез келді деген ол, тұлғалық энциклопедиялар жазылса деген идеясының ортаға салды. Алаш тарихы дейтін біздің бір қасіретті бір бөлігіміз. Күні бүгінге дейін алаш жөнінде айтсақ, кібіртіктеп қаламыз. Айтқымыз келмей кейбір мәселелерді. Шындығына келгенде, өткендегі отырыста үлкен қызу айтыс-тартыс болды. Бұрынғы кеңес үкіметіндегі алашқа қарсы шығарылған жарлықтардың бәрін күшін жою жөніндегі пікірлер болды. Себебі бәріміз білесіздер, 1956 жылға дейін біздің Қазақстанда 4000 адамның үстінен досье жиналды. Құпия түрде. Олардың көпшілігі мынау Алаш партиясының өкілдерінің тұқымдары еді. Тек қана 56 жылы ғана барып тоқтатылды. Былай қарағанда, ол кісілер өмір бойы бақылауда болды деген сөз. Жарық көрген оқулық ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналады. Және бұл күні білім саласының дамуына үлесін қосқан бір топ ұстаздар қауымы алғыс хатпен марапатталды. Сағындықтың Нұргүлі, Жарылғаш Шалғасов, жаңалық қызметі.